Армысыз, Италияның Помпей қаласына келдім. Біздің заманымыздың 79 жылы Везувий вулканы жарылып, Помпей қаласын жер бетінен жойып жіберген. Рим заманында Помпей 20 мың адам тұратын ауқатты да бай қала еді. Бір күннің ішінде вулкан бұл қаланы жер бетінен тұтас жойып жіберді. Қазір Помпейдің орнында не қалды? Помпейдің тарихы қандай? Бүгінгі видеомда осы сұрақтарға жауап беремін. 2000 жылдай бұрын Рим империясының әсем қалаларының бірі Помпей жаймашуақ күн кешіп жатқан еді. Везувий вулканы оянғанда бұл қала тас, құм, ыстық лаваның астында қалып, мыңдаған адам бір сәтте жан тәсілім етті. Кей жұрт Помпейде Лут қауымы тұрған, бұл қалада жын ойнақ көп болған. Вулканның жарылуы қалаға Құдайдың жіберген қаһары дейді. Шынымен Помпей күнәһар қала болған ба? Бұл сауалға блогымда жауап іздейміз. Помпейдегі мына тас болып қатқан адамдар кімдер? Бұл адамдардың мәйіті шынымен қатып қалған ба? Қалада неге бордельдер мен жезөкшелік қызмет көп болған? Везувий вулканы Помпейден басқа тағы қай қаланы жойып жіберді? Везувий вулканның басына шығу қауіпті ме? Осының бәрін видеоблогымда көрсетем. Ендеше жайлап жайғасыңыз, адамзат тарихындағы ең қорқынышты апат жайлы толығырақ баяндайын. Біздің заманымыздың 79 жылы, 23 тамыз. Тарихи деректерге сүйенсек, бұл күні Помпейде жұрт вулкан құдайының күнін тойлауға кіріскен еді. Помпейдегі 20 мыңдық амфитеатрда гладиаторлар төбелесіп, қала көшелерінде бақсы балгерлер кезіп, бордельдерде де жұрт көп болатын. Ал 24 тамызда Везувий шынымен оянып, одан шыққан тонналаған ыстық құм мен тас аспанға көтеріліп, Помпей мен Геркуланум қаласына төгіледі. Қалаға алдымен тонналаған құм мен тас жаңбырша жауады, артынан ыстық лава құйылады. Лава 100 градуста қайнаған судан 5 есе ыстық болған. Тұтас бір қала сол ыстық лаваның астында қалып, кейін цемент болып қатады. Сол күні вулкан Помпейде 2000 адамның өмірін алады. Қала мыңдаған жыл бойы вулкан құйған тас пен құмның астында жатады. Ертеректе Помпейдегі қазба жұмыстары осылай басталған. Мәселен, 1950 жылдың басына дейін археологтар қаланың басым бөлігін тас пен құмнан аршып, алғаш рет қалаға туристер кіре бастаған. Археологтардың 250 жыл бойы жүргізген жұмыстарының арқасында қазір Помпейдің талай бұрышы аршылып, талай тарихи сыр ашылды. Вулкан жарылғанда мұнда адамдардың бірін тас пен құм басып қалса, енді бірі газға тұншығып қаза болған. Көбі отырған жерінде қатып қалған. Кейін археологтар Помпейде қазба жұмысын жүргізген кезде үйлердің ішінен әр түрлі позада отырған жатқан адамдардың формаларын байқайды. Кейін оларға гипс құйып, қаза тапқан адамдардың осындай мүсіндерін алады. Ғалымдар мыңнан аса адамның мүсінін жасаған. Қазір мұндай тас формалар Помпейдегі және Италиядағы мұражайларға қойылған. Міне мынау вулкан жарылған кезде күйіп қалған адамдар. Кішкентай бала жатыр, ер адам мен баласы. Міне бір тағы бір ер адам жатыр. Ал мына жерде жылқы. Археологтар қаланы қазған кезде басына тас құлаған адамды тапқан. Ғалымдар 30-дардағы ер адам апаттан қашпақ болғанда тас басып қалып, опат болған дейді. Енді Помпейден табылған мына тастар мен заттарға да назар салайық.
Археологтар құм мен тастың астынан аршып шыққан Помпейдің ішімен жақынырақ танысайық. Бұл шаһар өз заманында байлар мен құлдардың қаласы болған. Рим империясындағы ең бай адамдардың біразы осы қаланы курорт деп мекен еткен. Бұл қалада құлдар да, жезөкшелер де, гладиаторлар да көп еді. Дәл осы жер Помпейдің негізгі орталық алаңы болған. Осы жерге халық жиналған, түрлі жиындар өткен, шаралар өткен. Міне негізгі алаң осы жер болған. Помпейдің орталық алаңы форум деп аталатын. Қаланың орталығы еді. Бұл маң вулкан оянғанға дейін мынандай болған. Қазіргі қалғаны осы. Кейбір жұрт Помпейде Лут қауымы өмір сүрген, сондықтан оларды жазалау үшін Құдай вулканды оятқан дейді. Бұл енді аңыз. Помпейде ешқандайда Лут деген қауым тұрмаған. Құдайдың қаһарына ұшырады деуге де келмес. Дегенмен бұл қаланың тұрғындарының көбі құлдар еді. Жезөкшелердің қызметімен де аты шыққан. Бордельде тән саудасы, амфитеатрда гладиаторлардың қан жоса төбелесі қызып жататын. Помпейде жезөкшелік қызмет көрсететін арнайы бордельдер көп болған. Оларды лупанарий деп атаған. Археологтар тән саудасы қызған 25 орынды анықтаған. Бордельдердің ішіне мынандай эротикалық суреттер салған. Қыздардың қызметі шараппен төленген. Лупанарийлердің бөлмелері тар еді. Ішінде шағын жататын жер мен осындай суреттер болған. Кейбір байлар әйелдерді бордельдерден үйлеріне алдырған. Бұған қоса байманаптар үйлерінің қабырғаларына да мынадай ашық суреттер салдырған. Рим империясы кезінде Помпей тән саудасының негізгі орталықтарының бірі еді. Бұдан бөлек бұл шаһарда талай гладиаторлардың қаны төгілген. Мынау Помпейдің амфитеатры. Помпейдің өзінде 20 мың адам тұрған, ал бұл амфитеатрға 20 мың адам сыйған. Демек, бұл амфитеатрға тек қана Помпей тұрғындары ғана емес, көрші қалалардың да тұрғындары келіп, гладиаторлардың төбелесін көрген. Бұған қоса бұл амфитеатр Рим империясында алғашқы салынған театрлардың бірі. Бұл амфитеатр қазір дым білмегендей тып-тыныш жатқанымен талай қанның, талай көз жастың куәсі. Гладиаторлар бір-бірінің басын кесіп, кейбірі аңға жем болған еді. Міне мынау амфитеатрдың іші. Дәл осы жерде талай гладиаторлардың қырқысы болған, дәл осы жерде. Мұнда 20 мың адам отырып, сол төбелесті тамашалаған. Енді вулканнан қалған Помпейдің кейбір бөлігінен камерама ілінген кадрлар тізбегін ұсынайын. Тарихтың таңбасына көз салыңыз. Бұл жерде кәдімгі жеміс-жидек сататын, күнделікті тауарлар сататын базар болған. Біздің заманымыздың сол 60-шы жылдары бұл жерде қызу сауда жүріп жатқан еді. Мынау мацелиум. Рим империясы кезінде әр қаланың өзінің мацелиумы болған, яғни ет базары. Бұл жерде ет пен балық сатқан. Ал мынау Помпейдің мацелиумы. Мына жерде қабырғада мынандай суреттерде салынған екен. Помпейде вулкан жарылғанға дейін 20 мың адам мекен еткенін айттық. Көбі вулкан жарылғанда қашып құтылған деседі. Помпей тұрғындарының көбі мынандай тас үйлерде тұрған. Мынан барлығы тұрғын үйлер болған. Адамдар тұрған осылардың барлығында.
Вулкан Помпейді мыңдаған жыл бұрын жалмаса да, мұндағы аура өте ауыр. Қаладан күлдің иісі шығады, құдды бір мола сияқты. Мына Помпейдің құмының түсі де ерекше. Тасы көп, күл сияқты, қап-қара. Бұған сол вулкан әсер еткен. Помпейде қалған мына қабырғалар да күлге ұқсайды. Әр тас, әр бұрыш мың жыл бұрынғы қасіретті ұмытпағандай, үнсіз тұр. Везувийдің алапат апатқа себеп болғанын қанша жасырғысы келсе де, бұл қабырғаларда үлкен шырам бар. Міне мынау помпейліктер тұрған үйлер. Вулкан атқылаған кезде, лава келген кезде осы жерден шыға алмай қалған көбі. Тірідей жанып кеткен. Помпейдің сыры толық ашылған жоқ. Қазба жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Тас астында көмілген қаланың айтары да, көрсетері де әлі көп. Ғылым мен археологияның арқасында адамзат өміріндегі ең үлкен апаттың бірі тарихқа қатталды. Әлі қаттала бермек. Помпейді жер бетінен жойып жіберген Везувий вулканы міне тұр. Помпейге жоғарыдан қарап жатыр. Құдды бір өзінің бір ісіне мақтанып жатқандай. Енді осы бір қаланы бір сәтте күлге айналдырған Везувий вулканын көрейік. Мыңдаған адамның өмірін алған, қалаларды картадан жер бетінен жойып жіберген вулканға қарай беттедім. Сонымен бірнеше қаланы жер бетінен жойып жіберген Везувий вулканына қарай шығып бара жатырмын. Бір шақырымдай жоғары көтерілу керек. Содан кейін Везувийді тура жанынан көреміз. Везувий қазір Италияның Наполи қаласының маңында. Вулканға апаратын арнайы турлар көп. Вулканның басына шығу үшін 1000 метрдей жоғары жүресіз. Бұл вулкан Евразия мен Африка құрлығының тектоникалық плиталарының соқтығысынан пайда болған. Везувийдің жасы 25 000 жылдан асып кеткен. Ғалымдардың зерттеуінше вулкан біздің заманымыздың 79 жылынан бері кемі 80 рет атылып, 300 000 адамның өмірін алған. Міне вулканның жағалауындағы құмдар. Біздің заманымыздың 79 жылы вулкан оянып, жарылғанда Везувийдан шыққан шаң Египет пен Сирияға дейін жеткен. Помпейді жермен жексен еткен соң Везувий қайта ұзақ уақыт ұйқыға кеткен. Тек 1631 жылы қайта оянып, 4000-нан аса адамның өмірін қиды. 1805 жылы 26 000 адам қаза тапты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1944 жылы Везувий тағы атылып, ақш-тың 80 әскери техникасын жойып жіберді. Содан бері міне 78 жыл бойы бұл вулкан мызғып ұйықтап жатыр. Біздің заманымыздың 79 жылы атылған міне Везувий вулканы 3 қаланы жойып жіберген, 16 000 адамның өмірін алған бір күннің ішінде. Қазір дым болмағандай тып-тыныш болып жатыр. Қазір бұл алып Везувий вулканологтардың бақылауында. 1995 жылы Италия Везувийді ұлттық парк деп жариялады. Туристерге толығымен ашық, мызғып жатқан алып кез келген уақытта оянуда мүмкін. Аңыздардың бірінде біздің заманымызға дейін 73 жылы әйгілі гладиатор Спартак бастаған мыңдаған адам Рим империясынан қашып осы Везувийдің басында біраз тұрған деген аңыз бар. Вулканның құмы тасы құм болып кеткен. Қолыңызға ұстасаңыз, не тас, не құм екенін білмейсіз. Вулканның басында жел соқса шаң көтеріліп кетеді. Вулканның ұшар басы күңгірт, әрі жел соғып тұрады. Айнала сап-сары қу тақыр.
естелікке міне Везувийдің маңынан мындай бірнеше тас алып кетейін. Қап-қатты кратердің тастары. Осы 4 тас естелік болады осы Везувийдан. Міне мынау туристердің кратерлерден жасап қойған түрлі ескерткіштері. Менде үлес қосайын. Міне. Құлап кетпесе болды. Везувий алып айдаһар сияқты тып-тыныш мызғып жатқанымен, кез келген уақытта айналасындағы қалаларды адамдарымен жұта салуға дайын. Міне, тағы бір арманда орындалды. Мақсатта орындалды Везувийді көру деген. Аурасы өте ерекше жер. Сіздерге де келу бұйырсын бұл жерге. Везувий вулканы Помпейді ғана емес, Наполи жағалауында жатқан Геркуланум деген қаланы да шарпыған. Енді Везувий жойған осы Геркуланумды аралайық. Біздің заманымызға дейінгі 79 жылы сол Везувий вулканы жарылған кезде бұл қалада сол жер бетінен жойылып кеткен. Бірақ бір қызығы, бұл қала дәл Помпейдей толығымен жанып кетпеген. Үйлер кәдімгідей сақталған. Мына жердің барлығын тас басып жатқан. Енді вулканнан құлаған тас толығымен мынаның барлығын жауып қалған. Кейін археологтар қазба жұмыстары кезінде қаланы осылай аршып қалпына келтірген. Қазір осы қаланың төменге түсіп, әрбір бұрышын көреміз. 18 ғасырда осы маңда құдық қазып жүрген бір италиялық қаланың қалдықтарына тап болады. Осыдан соң археологтар бұл жерде де қаза бастайды. Вулканнан шашылған тас қаланың қуыс-қуысын толтырып тастаған. Помпеймен салыстырғанда мұнда үйлердің біраз бөлігі сақталған. Қабырғадағы суреттер, қала көшелеріндегі су бұрқақтар мен ескерткіштер, тротуарлар да толық жойылмаған. Мынандай қоғамдық орындарда төбесімен толық сақталып қалған. Едендегі мозаикалар, суреттер де ыстық лаваға төтеп берген. Мынандай 2 қабатты үйлерді де көруге болады. Біраз үйдің есіктері де өрттен аман қалған. Шағын бөлмелері, мына жақта бөлмелері бар. Міне, жоғарыда балкондары бар. Ал мынау мозаикалы үйлердің бірі. Қабырғасындағы әдемі мозаикалары сол күйі тұр. Бұл қалада мынандай жиһаздар да, тамақтар да табылған. Бұған қоса археологтар Геркуланумда қоғамдық монша, базар, шарап ішетін орындарды да анықтады. Рим империясы кезінде мынандай жерлер таверна болған, яғни біздің қазіргі заманғы тілмен айтқан кезде сырахана бар болған. Осы жерлерде шарап, сыра сатқан. Міне мынандай ыдыстарда. Геркуланумдағы байлардың үйлері, виллалары бірнеше бөлмеден өзінің шағын бассейнінен тұрған. Әр үйдің қабырғасына сурет салынып, ерекше безендірілген. Енді сондай бір бай манаптың үйін көрсетейін. Мынау Геркуланумдағы үйлердің бірі. Міне үйдің ауласы, мынау міне аркалары қызыл бояуына дейін сақталған. Мынау қабырғадағы міне әдемі ескерткіш. Бұл да сақталған. Кіреберісіндегі жағын джакузи дейміз ба, білмеймін. Мына іште су болған. Міне қабырғалары да өте әдемі бойылған. Өз заманында өте әдемі виллалардың бірі болған сияқты. Археологтар мен ғалымдар вулкан жарылғанда Геркуланум тұрғындарының көбі қашып кеткен деп топшылаған. Бірақ
1980 жылдары археологтар бұл қаладан 300 адамның сүйегін табады. Бұған қоса, осы қаланың маңындағы жағалаудан да адамдардың сүйектері табылған. Бір қызығы, мынандай шағын бөлмеде ондаған адамның сүйегі үйіліп жатыр. Көбі балалар мен әйелдер, ал теңіз жағасынан табылған сүйектер еркектердікі. Осындай тар бөлмеде көп адамның не істеп отырғаны ғалымдар мен тарихшылар үшін әлі жұмбақ. Ғалымдар Геркуланумда кедейлер мен құлдар аз болғанын анықтаған. Тағы бір анықталған дерек, бұл қалада бордельдер де көп кездеспеген. Осыған қарап тарихшылар Геркуланум Помпеймен салыстырғанда әлде қайда тыныш әрі орта тап өмір сүрген қала болған деп топшылайды. Міне, Везувий вулканы жер бетінен жойып жіберген Помпей мен Геркуланумның бүгінгі орны осындай. Қазір бұл екі қала табиғат апатына қойылған бір ескерткіш сияқты. Екі қаланың да әр бір ұшы ажал құшқандардың соңғы сәтіне куә. Екі қаланың әр көшесі жан тапсырған адамдардың қорқынышын көрген. Қалалардың әр қабырғасы мыңдаған жыл бұрынғы алапат апаттың сырын сақтап тұр. Ал мына жатқан Везувий вулканы енді мәңгі ұйқыға кетсе дейсің. Адамзат Помпей мен Геркуланум көрген алапатты енді көрмесе деген тілек. Осымен тарихқа саяхатым аяқталды. Келесі кездескенше.